Сенші маған шоуы. Жүргізуші келген қонаққа 3 түрлі оқиға береді. Ал қонақ сол жағдаяттан әдемі шығып, резиденттерді сенші маған деп сендіруі тиіс. Сенші маған шоу, пашумит білән. Бүгін бізде қонақта ЗТБ шоу мүшесі Шаке Шаке, инстаграмы өзі Құрмашев Шыңғыс. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Келдің ба дейші, сразу айтшы. Келдің ба? Мен негізі нанға шыққам. Сонымен Диас келіп минимаға. Қош келдің Сенші маған шоуға, осы жерде. Қош келдің. Несін ашып Вай. сразу. Нормально ма бәрі? Күшті. Ашамайм. Біздің резиденттермен таныстырып өтейін. Асылжан Ізбасар районда братандардың историясын көп тыңдаған Өзім сияқты екен. эксперт. Кімге сену, сенбесін. Профессиональный. Сенші мағаннан профессиональный. Базар. Екінші Алмат деген жігіт. Негізі ағамыз ше. Қазақ тілінің мұғалімі. Асылжанға сабақ берген. Райондағы ұратаны ма? Жақсы араласып кеткен. Бірге болдық. Менің есімім Диас. Қонышты. Мен кішігірім жүргізушім ғой. Молодец. Красавчик. НТК-ға барып өзіз. Сонымен бірінші сізбен танысып өтейік. Да, брат? Е, конечно. Қалай атайды сен? Шакеша Эскобаро десе. Шакеша. Или Дончино, ма, как вам удобно? Тончино? Да. Дончино макакуно? Кокучино. Ой. Короче, Дончино инстаграмымен танысып өтейік. Дончино братан. Эскобар. Дончаке? Мұнда өлең қойып қойыңдар, күресін әтесін әңгімеміз болып жатқан кезде. Сигара керек емес. Мысығы бағаны сұрағаным. Блу беріңдерші, хотя бы блу жегім. Мысығы болып біреу. Бар еді ғой бағың сосиска берші. Короче, инстаграм былай. Инстаграммен танысып өтейік, брат. Танысайық енді. Режиссер, Режиссер. актер, Актер. гений, Гений. плейбой, Плейбой. но не твой. Жазбайтын жоқ. Меня легко потерять, невозможно Бірінші забыть. осыған тоқталып кетейікші. И квенчик деп қойсын астына. КВНчик. Плейбой, но не твой ма? Қалай өзі? Аузым шатасып кетті. Рифма ғой, рифма. Плейбой не. Жай рифма үшін, иә? Рифма үшін емес, енді инстаграмға жазған қыздарға айтқаның ғой сол. Сен кемеспін деген әңгіме ғой. Иә, дәл өзі. Түсінсін дегенім ғой сразу. Күніне қанша қыз жазады? Біреу. Хорошо. Режиссер. Режиссер. Иә. Дархан Халил бауырымыз маған режиссураны үйреткен есештің. Ол режиссураны білем, а? Көрсетпейді екен ғой сендерге. Академия вообще келмейді деді ғой. Иә, ол таланты ғой өзінің. Келмеді ма? Дархан молодец. Сосын дамбрист дейді. Иә. Гитарист. Натур дамбра. Сценарист. Иә. Жоқ, барлығы үшін. барлығы үшін. Барлығы үшін. Домбырада ойнайсың. Иә, апам үйреткен домбыраны, гитараны ағам үйреткен. Апасысың ба не? Получается, апам мен атам маған пенсияларының ақшаларын маған отдельно бөліп, и жаңағындай мектепте кружоктар болатын еді ғой, соның барлығына қатыстыра берген. И таэквондоға да, янағандай, имнағандай, соның арқасында. Таэквондоны мен айтпадым ғой. Жоқ, дамбрист, гитарист сосын. О, таэквондист. Таэквондоны юморист, юрист. Кам деген ағайым үйреткен. Оңай шекеге тиіп жүрмесін. Дальше. Юморист. Юморды кім үйреткен? Юморист кімден үйрендіңіз? Юмористі Дастан Жайнақ деген ағамнан үйренгем. Естілер ғой, сенсация деген. Шымкенттікі. Дәл өзі. Сол кісінің қол астында ойнадық. Мен ол кісімен қалай танысқам? Таксовать етіп жүр екен. Ол түрі Обамаға ұқсайды ғой. Иә. Сіз Обамаға ұқсайсыз деп едім. Мен негізі КВНчикпін деді ғой. Мен негізі аяқ КВНчикпін деді. Дедім, Альшама бір нәрсе деген КВН командада ойнады. Қазақстан, Россия шығып жүр. Шакеша сабақ бергесі ба сұраған жоқсың ба?
жоқ сұраған жоқ Хорошо. Неудобно болғанда. аны шешіп қойсаң болады Жоқ, брат, или мен- в образе всегда Да, брат. юрист дейді Юрист. Қазақ ұлттық университетінде 2014 жылы бакалаврға юриспруденцияға түскен болатын. мамандық Иә, мен негізі КМБшник боламын деп, сонымен 2 жыл КМБға дайындалып, сонымен түсе алмай қалдым. таныс жұмыс Жоқ, просто КМБшниктен келмейді рифмаға ше, дамбриз, КМБшник Жоқ, мен боламын деп ойладым. келеді да. Жоқ, боламын деп ойладым да, сонымен Казуға юрфакқа түстім, и дальше жалғастырамын дедім. Дальше мен юрфакты бітіріп, дальше КМБға барамын деген болдым. КМБшниктер үйлер мощный машиналар мықты өкінбейсің ба былай Жоқ, неге? Мен Дон Чино Зачем КМБ? неге былай КМБшник деген жолды бағытты таңдап отырып резко анандай Павло Эскобар болып кетті. Өйткені КВН деген нәрсе шығып кетті да мына жақта. Видишь, бірінші курста барасың универге сабақтарын жабу үшін КВН бар ма дедім. Короче, юрфакта ондай вообще КВН шықпаған екен. сабақтан қатысу сабақтан қатыспау Жоқ, балымның барлығын қойдырту үшін енді активисттарға балды жақсы қояды деген сияқты әңгіме болды да. шымкентский вариант бұл кішкене Иә, бірақ Алматыдамын. Сен де тұра бердің ғой Шымкент. Шымкенттен қаным бар сияқты, мен бәрі Шымкенттікке ұқсатады. Найманның цвет келеді Қаңылы. цвет келеді Жоқ, кеше ғана мен Қапшағайдан келдім, мен Дубай демей ақ қояйын. дубайға Лаура бәріміз барып келдік. ковидтің кездерінен бара алмай жатырық дейді короче Жоқ. Ондай әңгіме емес. хорошо қазір немен айналысып жатсың не қызықтар жалпы мен анан білемін да ЗТБ шоу кезінде мысалы кәдімгідей Қалай социалкасын иә, көрді. социалкалар анау мынау именно вайн десек па или социалка десек па білмеймін ты будешь стирать мои носки ты будешь мне утром готовить сол жігіттермен араласып жатсың ба Конечно. Бауырлар ғой Бармаймыз. менің группаластарым оның барлығы. Бәріміз бірге КВН-ді бастап, сонымен КВН-да 14 факультеттің ішінде чемпион болып кетіп, юрфактың тарихында болмаған екен да, КВН-шіктер де шықпаған, и чемпион да болмаған. Сонымен біз ар жақта қойып, бүкіл балымыздың 4-ші курсқа дейін обеспечивать етіп тастадық. Сонымен тарихта қалдық иә, вайн түсіріп жүрдік, сонымен сөйтіп барлығы басталып кетті. мен өзім көп көретінмін Жоқ, ол просто сұрап жатқан, типа, ол жігіттерге бар ма деп жатыр да сол. Тірі ма деп отыр ма? Жоқ, типа. сен мен не сұрап жатқаның лақтан Жоқ, қайсысын айтсаған айтшы, таныстырайын. няшка түрі бар ғой көзі Бақылайған ба қайсысын? ұнағанда қалай енді Как 21-ші ғасыр. құдай сақтасын Құдай сақтасын. Қайда қазір не болды? ЗТБ шоу неге жауып қалды ма сонда не болды? ЗТБ шоу біздің страничкамызға Турциядан, Анталиядан үлкен атака болды. Сонымен хакерлар взломать етті. И 500 мың подписчигімізді жоғалтып алдық біз. Аяқ астынан ана Вообще жақта. қайтарамадым. иманды болсын Жоқ. Салауат болсын. Вообще да. Жоқ, Россияға хакерларға 500 мың жібердік, Қазақстанның хакерларына миллиондап бердік. Вообще қайтара алмадық. Өйткені бізде Facebookқа тіркелмеген екен и неге Gmailға тіркелмеген екен. А бізде двухфакторная аутентификация деген нәрсе болады. Біз соны жаңа не деген сөз КМБшниктер сөздер ма немене? Инстаграм сөзі мен ойдан Инстаграмшник. сонда мысалы мынандай болды ма типа біздікілер көмектесе алмады ар жақтан көмектесе алмады ақшалар біз брат сендер примерно импровизбен в общем андай іште тұнып тұрған өнермен в общем ұра бергенсіңдер ар жағын ойламағансыңдар ғой Иә, вот осы қорғаныстық қамтамасыз етпегенбіз. Содан кейін біз халықтан ақша жаңағындай Краудфандинг ба? Ондай емес па? жоқ. білген сөзіңді рас алдың ба Халықтан ақша деген Жоқ, жедік деймін. Жоқ, халыққа наоборот біз көп балалы отбасыларға көмектесеміз деп видео салған болатынбыз Инстаграмға официально. Получается, сол моментте жаңа хакерлар соны көргенде, сен қолыма жақсы көріп жатсың, жақсы жұмыс жасаймын. мынаны сұрақ берейінші жаңағы көп балаларға көмектесеміз қазір көп ондай мысалы аттарын атамай Біз бірінші болып бастағанбыз. Біз бірінші болып бастағанбыз. Ол кезде. оны есті Бірінші бастаған. Тыңдаса сен әңгімені қорытып алайын да. Дончино в общем қазір көп иә бірақ ол жерде пайда неде чисто разылық үшін ба Разылық үшін, брат. Вообще тиын алмадыңдар ма? бар енді Жоқ, қазір алып ішінен ақша алып иә, типа Аллах реклама. Алла сүйеді. Қайырымдылық дейсің ғой. Біз қосып береміз. Қосып береміз тағы да айтамын. Тыңдап отыршы жақсы.
Аллах куә Мен деген. қазір үйленгенмін, 2 балам бар, квартира. Машалла, қуаныштымын. Резко, машалла. Рахмет, сол квартирам жоқ, мен сол бір нәрсе ұйымдастырып жібермедім жоқ қой қазір енді зато шоу. Қазір жоқ олар. Так что... JB бар ғой. Жүр сөйтіп, оны жоқ. Өмірің әлі алда, брат. Түсіре берсең? Реклама ма? Реклама жоқ дейсің ғой. Реклама жоқ, қайда. Новый, жаңадан шығып жатқан бір жобалар, қызықты Бұйыртса болады. планда бар. Біз ютубқа, сол страничкамыз кеткеннен кейін ютубқа өттік. Мына жігіттің взгляды күшті екен. Ол өзі сондай жақсы көреді. Ориентациясы дұрыс ба? Дұрыс. Көз сондай. Көзім көрмейді ғой. Сол үшін. Жаңа қай жерге келдің? Бірден ойлап қалып жүрмін. Үш жерге сіздер ютубқа проект бастап, «Стители» деген баршаңыз көріңіздер. «Стители» біздің. реклама тұра салды. Сол кезде мен режиссурамды көрсеңіздер болады. Ол бәрі «Стители». Антикаблук деп аталады. Операция антикаблук. Кілем теманың бәрі жалпы қазір мынандай әңгіме антикаблук, анау мынау сексистсің ба? Ол сексист деген Секс жақсы көретін шығар. Сексист емес. Сексті обожаю десең. Жоқ, бәріміз обожаю шығармыз. Асын сен ше? Я не буду. Мен дұрыспын. Дұрыспын? Қай жағынан? Дұрыспын мен. Жақсы жігіт өзіміздің группалас. Просто Сен ініңнің группаластарымыз ғой біз. Иә, білемін. Үмітнерге біз бұл жігіттің інісінің группаласымыз. Иә, Нұржан Құрмаш деген мен туған інім бар. Қаңғыбас. Жалпы ол сексист деген типа қыздарды төмендету, либо қыздар балдарды төмендету деген сияқты. Қазір феминизм, анау мынау көбейіп кетті ғой. Жоқ. Ондай емес. Похуй вообще. Жоқ, мен патриотпын, базар жоқ та. Жаңа бірақ қыздарды мен өте қатты құрметтеймін негізі. Өйткені өзімнің де артымнан еріп келе жатқан. Бірақ сексті обожайсың. Сексті. Само собой ғой, естественно нәрсе ғой, дей. Конечно. Онда біздің келесі рубрикаға өтейік, жамандаймыз рубрикасы. Жамандаймыз рубрикасы ол біз нақты бір адамды емес, нақты бір аты шыққан хайпер адамды емес, жай ғана типажды, адамның типажын, не болмаса жаман қылық әдетін, жаңа мысалға айтып өтейін, тағы біреуін. Иә, түсіндім. Бастай бер. Осы жерде өттің ба жаңа? Палит етпей ма десем, палит етіп айттым сен деп дайындалып өтіп. Жоқ, өзі түсінген мол адаммын сондай, айта берсеші. Иә, мысал, просто мен біреуін мысалы келтіргім келіп отыр да, ше. Андай адамды, банкоматта тұрасың ғой. Банкоматта тұрсаң, алдында біреу тұрады. Очередь идеально келеді, фук-фук, ақшасын шешіп салды, фук-фук-фук. Біреу тұрады. Именно менің алдымдағы адамдар өмір сондай ма? Алло, Бауыржан, айнаның иінін айтып жүрсің? Айна ол айтады жақтың. Оның иін менде жоқ, қазір кімге звондаймын? Маратқа звондаймын. Сосын Мараттың нөмірін WhatsApp-тан же, ана тұрасың ғой, короче. Сендер сценаристсіңдер ма? Бар сәл-сәл. Бізде андаймыз ғой, сценарист, актер. Егер де мынаны вайн болып түсіретін болсаң, жизненный ситуацияда өте керемет. Жаймен әкеп отырсың ғой, жаймен жібей қатып кеткен бұл. Жақсы, бағынан бері тыңдап отырмын да, идеялардың барлығы, мысалы, ешкімнің басына келмейтін идеяларды айтып отырсыңдар да. Мысалы, мен де мұны ойламаппын да. Мысалы, мен ертең соны түсіремін деді. Ертең соны сіздің рұқсатыңызбен түсіремін. Алдын ала білім ғана ел өрлеп жатыр да бізге ше қазір. Көпшік қойып жатыр. Дұрыс қой, көпшік қойған. Басқа нәрсе қоймаса болды ғой. Көпчік па? Хорошо. Сәл ұлтқаз енді ол жағынан. Сен отсың ғой. Сапалады кішкене. 7 молдаға апардық. 7 молдаға сондай. Көпчік тұрған. Өзі көріп беріп отырамын. Иә, бірақ сондай бір типті айтып өтші. Маған енді тип болғанда білмеймін, адамның әркімнің өзінің қылықтары болады ғой енді, қалыптасқан әдеті. Бірақ маған бұл өмірде өтірікшілер ұнамайды. Бір сөзбен айтқаным, наебщиктарды. Өйткені өзімнің окружениемда, өзімнің достарымның арасында кімдер болды. Наебщиктер болды да. Прям көзімше келіп менен жұлып тұрып ақша алып кетеді да. Қазір ойбай. Каспиңа лақты Иә, бересің. Не только ақша ол, не только ақша, мысалы, басқа да ситуация болсын. Или ана Instagram пароль беріп Турция. Аккаунт жоқ дейсің, маркетологқа беріп.
наёк деген нәрсені қатты жек көрдім бұл. Бірақ қалған адамдардың барлығы бірдей ғой, әркім. Даже түкіріп сөйлейтін адамдар нормально тұра бересің бе, не? Саситын үстінен жаман еш шығып. Бәсе, а то тек қана наёк, қалғанда нормально. Саситын адам біреуге ұнауы мүмкін шығар. Фетиш па? Бар ғой онда қыздар ше. Всегда прекрасно сас. У него мужской запах деп ше. Бізде мынандай ситуация болған. Біз өнер академиясында оқығанбыз ғой. Енді ешкімді ренжіткім келмейді. В общем, этажға бөлінген кино ТВ, бірінші этаж, екінші этаж, там екінші этаж театралдар деген сияқты. И в общем, театралдардың этажынан иіс шығады. Тердің иісі шығады. Еңбектің иісі. Тоқсай, брат. Кульминациясын айтып қойдың ғой сен. Жігіт расымен сценарист екен. Кульминация деп бастады. О, білетін сол кульминация ба? Басқа ештеңе. Біздің ағайын бар. Бір жыл бойы кульминация. Соны жаттап аламын. Тазағай, рахмет. Оны пиарты бәрін етесің. Сонда иіс шығады да. И бір күні біздің группадағы бір қыз алады да, почему у вас так воняет деп Инстаграм сторисін салып қойды. И оған жазады ғой театралдар. Бұл өнердің иісі, еңбектің иісі дейді да. Еңбектің иісі сондай болады ма? Походу сондай болатын тұр ғой. Өнердің иісін айтсай сен. Определейсің, өнердің иісі ма, еңбектің иісі ма? Өнердің иісі бар екен білмедім мен. Сонда күнде біздің туысқандар үйге кіріп келгенде өнердің иісі шығады. Ұнамайды дейді. Жарайды. Сондай алдайтын адамдар. Каспийден бұл 200 теңге лақтырып беретіндер ше. Олар уже нормально, анадан кейін тастай беремін. Жоқ, онда ойынға өтейік сенші маған. Давай, кет. Жігіттер айттыңыздар ма, сіздер не ұнамайтын? Өйтіп, сценарийін өзгертіп жүр. Ведущий боласың. Я қойшым да ше. Просто стоямын жатыр да өзің былай. Сексист болып отырсыз. Бізде 3 сұрақ. Ситуация. 3 ситуация. Сол біз ситуацияны береміз, ситуациядан шығу керексің. Біріншісі өмірден, екіншісі әлем құтқару, үшіншісі ұятсыз пошлый. Біріншісінен бастайық, өмірден алынған жағдай. Жалпы сен 2 қызбен жүріп көргейсің параллельно. Тұруға болмайды. Сразу айту керек. Үшеумен жүрген. Айтқан сонда айтсаңшы, Үшеумен очки онда ситуация. Негізі ана очкиді біз ыңғайлы болсын, атмосфера беріп отырайық дегенбіз. өзі свои деп ше бүйтіп. Вайна. Үшеумен жүрген. Паблоның қоластында жұмыс істейтіндер қандай? Ябло ма? Наябалы. Хорошо. Параллельно 2 қызбен жүріп жүрсің. Ол оңай болатын жарсаң. Үшіншісі жоқ. Ең ұнайтын жұмысын істеп жатсың. Работа мечты дейді ғой. Сондай жерде жұмыс істеп жүрсің, бірақ бастығың қызымен кездесесің. Қалай? Бастығыңның қызымен. Ол бастығының қызы да. Мен жүріп атқан қыз бастығым. Иә, бастығың қызымен кездесесің. Прямой. Бастығың қызы жұмысқа келіп, тихаря батясына кірген сияқты болып жүреді. И сен шығып барасың, тихаря келесіңдер, жұмыстан шығып келетін кезде алдыңнан екінші қызың шығады. Ұмытпа, жұмыстан сен айырылғың келмейді. Армандағы жұмысың. Нормально болып келатыр бәрі. Иә. Күшті история екен. И алдыңнан екінші қызың шығады да, вот тебе Жан ужин дейді. Сәл кеш батып қалған. И вот тебе Жан ужин дейді. Ана қыз мына жерінен ұстап алған. Бастығың қызы. И сонымен ана қыз екінші қызың ужин әкеліп тұр. Алматыдағы ең отморозовтың, авторитеттің криминальный соның қызы. Бірақ ол сені ойлап тұр да, саған тамақ әкеліп тұр. Отморозовтың қызы. Глобалмен заказ, немен заказ бере салатқан жоқ. Үйленеміз деген. Қол қышып кетті ғой. Дұрыс қой, ақша келатқан шығар құрсын. Өте қорқынышты жағдай екен. Вот, келді мысалы. Мына ситуациядан ешкім шыға алмайды деп ойлаймын мен негізі. Жоқ, брат, сен шығу керексің. Сонда бағана айтып отқаным Павло. 3 қыздың қасында. 3 қызбен жүрдің Или деп. өңкей чотқа. Ол 3 қыздан. 3 қызбен жүрген жоқ, мәзілдеп атқаным осы. Шутканы осы. Блин, қалай болады сонда? Мысалы, ситуацияны берейік саған. Сен қолына ұстап.
Жоқ, сен тамақ үлесін қызсың ба? Отморозовтың қызы. Иә. Мен отморозовтың қызым. Жарайды. Ойнатамыз мында. Отморозовтың қызы болайыншы. Короче, қаз алып келеміз оған. Сен Қымыз алып келмейсің ба сразу? Даже жоқ ондай. Сен ұстасай қолын нормально. Ұстап отырмын. Жан, в смысле? Кто она? Деп орысша сөйлемей ақ қой. Кім мынау? Мен саған тамақ әкелдім ғой. Я жаңа мынау кім? Қалай мен папама звондаймын. Қазақстанский сериал болып кетпеді ме? Ойнағандарың да сондай ма? Мен жібере берсем болады ма? Мен ситуацияны беріп отырмын. Что-то Конвенция беріп тұрайын. Ролға кіре алмай жатырмын, еркек ұстап тұрған соң. Қыз сияқты ұстай ма? Сол, міне. Яптайма. Қалай? Мен түсінбедім, Жан. Мен саған әкеліп тұрмын ғой. Жанна кім? Мен маған мәз болып қарап тұрсың. Неғып күліп атсың? Жо, сен не істеп жүрсің мұнда? Сен кімсің? Бастықтың қызы? Маған похуй басқа. Мен бұның қызысың ба сен? Бұның қызым мен? Мен ше? Сен кім қызсың? Мен бұның қызым, мен тамақ алып келіп Маған жатырмын. похуй еді. Сендер кімсіңдер вообще? В смысле шыңғыс? Мен қазір папама звондаймын. Звондаймын маған қазір. Ұсташы мынаны. Сен білесің папам кім екенін. Су ішіп тұра бер солай, спокойно. Алло. Алло, папа! Ёпта, қызым, бля, адам өлтіріп жатқан кезде звондайтын не осы сен? Неяқта ше? А? Неяқта ше? Не болды? Не болған? Қызым, не болды? Неяқта тағы біреуді өлтіру керек походу. Қазір барам. Мен жігітім бар ғой? Жігітім ше? Беріп жүрген ба сені? Сол бар ғой? Көтін айырам, қазір барам да көтін айырам. Басқа жігіт, ой, басқа қызбен жүр. Ұстап алған соң ғой, алса телефонды. Басқа қызбен ұстап алған соң ғой, папа. Короче, келатырым. Асында примерно Сен телактар. Амбалақтай үшеуі. Мен отыгрышын айтамын да, как будто сол ситуация. Түсіндім мен мына ситуацияны қалай шығу керек. Мен келіп қойдым ғой сен. Сен келгенің керек болып тұр. Келген. Короче, Тоқта бұл әзбашына. Машинам кетатыр. уже тезгеш. Еба! Сен Алматыдан главный отморозов тезге сен? Блин, қазір Мен келмейді ғой, байтас примерно андай мысық ұстап алған ше. ол осы кісі Пабло. Ол мен ғой Павло. Мен бабам әкесіңді ғой солай. Жоқ, Короче, жігіттер, қыздар сәл артқа жылжып тоқта. Сәл артқа жылжайық. Артқа айналдыршы. В общем, сәл артқа жылжайық. Ситуациядасың, екі қыз. Әкесіне звондады. Жүр, звондамай жатып. сен күтіп әкеге сразу айтпайсың. Опа, өлтіріп тастайын. Короче, Мынандай ғой. Звондаш әкеге. Тыңдаңдаршы, айналайындар. Короче, онда айтамын ғой, короче, мен сені де сүйем, мен, короче, мұсылман болған соң сендерден кейін тағы да бір екі қызым бар еді, солармен таныстырсам. Сонымен жаңа қазақ. Мен қазақ емеспін. Біріншіден, мен саған айтқанмын, мен метискамын. Мен орыс араласпын. Әкем менің орыс оқыған. Так что мен оны көрінбеймін. Ал менің мамам кәріс, папам орыс, мен казакпын. Онда ренжімеңдер қыздар, мен тек қана қазағымның ұрпағын көбейтуге және де қазақ қызын аламын. Шыбақ кетті соны. Ойлап қалыпсың, түрін көрдім. Папама звондай ма, звондамай ма? По-любому біраз звондай. Потому что сен мен арым ожданымды бұздың. Тұрам о жерде мен примерно қыз. Дұрыс па? Аружданың сенің бұзылып кеткен шығар. Ал кәдімгі сен қыз көріп жатырмын. Аруждан бұзылып кеткен шығарсың. Ұрысып алды ғой. Өзі беріп алып өзі. Өзің бұзып кетті, сен маған өзің келдің ғой. Хорошо, сенші маған? Сенем. Мен ғой жүрміш. Сол сөзді ұмытып кетіп жатсың. Главный сөзі. Мен дәл сөйтіп айтамын, сеніңдерші маған. Жақсы. Жақсы. Екінші ситуация, әлем құтқару. Әлемді құтқарамыз. Давай, айта ойын. Құтқарасың. Құтқарамыз. Біз сен казаққа тығып отырамыз. Құтқара
барамыз бізге келмейсіз сен сөйтіп Хорошо. Коронавирус актуальный тема. Ага. Актуальный тема. Актуальный деген сөзін қазақшасы қандай? Ай, білмеймін брат. Актуалды тема. Рахмет, ұстаз. Қосып берген барды. Апайым отырды. Тем более қазақтың Сол апайым отырды. апайым. Актуалды. Коронавирус қой қазір. И басталмай жатып сен ана Қытайсың. Бірінші бір Қытайдан тарады ғой. Тышқан жеп болған. Летучий мышь жеп. Жағанақ жеп болған. Ең бірінші Қытай болған. Который деген Қазір сол пидорас болмаудың амалын іздейміз. Ана пик деген звук қосып отырмын да, өтініш жаңа боқтаған жерде. Сыра аузына шығып кетіп отыр. Залдағы білмейміз ғой сен қашан боқтайтыныңды қалай білмеймін. Короче, Живи деді ғой маған. Ана мұршылар. сен сол Қытайсың. сол кафедесің десең. Иә. Ана бір апай тура жарғанат дайындап отыр. Плотно ішіп алдың. Вообще ештеңе ойлаған жоқсың. Үйіңе барып жатасың. Аппетит жесткий, ашсың ана. Айбек деп отырсың. Біраз болды тышқан жемеген. Бағанағы екі қызың біреусі періп бергенсің десейші. Қарны ашың. Ана историяны әлі шыға алмай отыр. Короче, сол ұнады маған. Хорошо. Екеуін періп келдің. Қайдасың бірақ. Қарның ашып тұр. Періскеннен кейін. Қарның ашып тұр да, жарқанат плотно ұрып алдың. И үйіңе келіп, қарның тойып, жатсың. И ұйықтап кеттің да түсіңе аян кіреді сен. Ана сен досың Аян емес, Аян. Аян кәдімгі. Я аян келеді да, короче. Сен нам таратпан Мал не жедің, короче, и сезбейсің. одан кейін дәм сезбейсің деп. Қандай далданып жарғанат жейді деп. Короче, айтады, симптомдарыңды айтады. В общем, сен осы ауруды таратайын деп тұрсың, әлем бытшын шығарайын деп тұрсың дейді. Қаншама адам жұмыссыз қалды, бәрін түсіндіріп берді саған, разише деп. Осы время Хорошо. Түсіндіріп береді барлығын. И сен оянасың. Қарның аш, қайттан. Бірақ беріспегенсің. Қарның аш, іш жаға шыға алмайсың, уже түсініп тұрсың қандай состояние. Осыдан әлемді құтқару керексің, коронавирустан. Кеттік. Ешқайда шыға алмаймын ба комнатадан? Шықсан жұғалу. Сразу жығады ғой. Білмеймін, короче. Шығу керек. Білмеймін деп кетіп қалсың. Саған айттым. Да шықсам. Телефон бар ма қолымда? Бар, интернет бар. Грань жоқ. Не, грань жоқ. Грайн жоқ ба? Человек-паук. Звондайсың ғой енді, бля, пиздес болып отыр. Әлемге звондайсың ба? Алло, әлем? Пиздес болып отыр. Маған жоламаңдар. Қалған 7 миллиард қайта салдың. Бір-бірлеріне айта саласыңдар ма? Кімге звондайсың? Дос балаңа звондайсың ғой. Әлем деген ба? Жоқ, кім дос болғанға не үшін звондайсың мысалы? Бля, біріншен соған айтасың ғой әңгімені. Ауып қалдым дейсің иә. Сосын? Трипақ па дейсің? Брат, ол кетіп қалады. Бля, бірақ емдейтін еді. Ыстықтады мен жігітті шешен, иә? Смело, брат. Нормально. Ұмып қалады. Шынар деп. Сосын дос болады. Звондайсың да ситуацияны түсіндіресің ғой. Бұл бәрі алып кел, нормально. Дәрі алып қой, ол жоқ деді ғой. Бәрі жоқ қой пока ондай шыққан жоқ. Вакцина жоқ дейсің ғой. Жоқ, дайындап қойған ғой. Миым істемей отыр, мен что-то бар ғой. Не істесем болады енді, бля. Грань жоқ, брат. Жоқ, просто анандай күшті күлкілі қылып айтқым келіп отыр да, просто логичный нәрсе ғой, негізі біреуге звондайсың, анау деп ситуацияны түсіндіресің. Мен болмаса секіріп кетші балконнан да. Суицид па? Жоқ, ол болмайды ғой, ты че, анау Жаралады, сен Өліктен де жұға береді ғой. сол ғой. Білесің.
бля білмеймін бауырым негізі өзің айтып көрші не істейтін едің сен осы ситуацияда айтып отырмын ғой жайна аняға сырылып отыр бар ғой өзің айтып көрші отыр деп былай түсіндірейін тағы грань жоқ фантастика айтып кетсең де болады иә саған сондай қуып кетсең человек паукқа звондайсың ба білмеймін мстительдарды звондап шақырасың ба бәрібір грань жоқ короче полный экипировка киетін едім полностью үйде тұрды үйде болған ғой біраз иә барлығын ескеріп қойғанмын ғой қасында 5-6 бар қайсысын киіп бүгін ауыратын ғой менде иә ұнамай қалды ма ол болмайтын әңгіме сосын бірінші барып душқа түсетін сияқтысың ғой как всегда ғой сағынданса кетіп қала береді жоқ ей ол ана перге бірінші соны может кетіп қалады бірінші соны ойлаған сосын бля мен ауырып қалыппын содан кейін не істейсің енді шығасың енді бір нәрсе қылып далаға шығасың маска киіп па перчатка киіп па енді бар шығар үйімде перчатка маска бар шықтың сонымен шығамын барамын қайда шығам барам қайда білмей тұрмын сол ойлап қайда баратынын мен ауылыма ешкім бармайды по идее ауылға қытайдасың сен жоқ ладно қытайда ауыл бар шығар енді ухань уханьдасың ғой братан Ухань ше? короче мен емдеңдерші деп бір больницалар болды олар өздері жарайды емдеп уже жұғып кетті ғой оларға да по сути жұғады пизду бәрі жұғып уже ауырып кетті қойшы әлемге сүттінде қол қойды бүйткен әлемің ой бля вайн түсіремін вообще вакцинация жайлы сол туралы социалка түсіріп жүрсең болады үйде отырып егер ауырып қалсаңдар деп ше сөйтіп тарап жіберсең болады еді айтып бердім саған күләмады ренжімен хоть бір крайний вариант айта салшы прям өз бақ етсем де үйде жата беремін жоқ жата бермейсің енді барасың да больницаға барасың больница конкретно ауырып тұрмын болды сенші маған сенші маған так ұятсыз пошлый сен ұятсыз емессің ұятсыз жағдай понятно ұятсыз екенсің енді короче пенсіз деген жоқ қой бір қызбен кездестің просто былай кездестің соска қыз бізде бәрі соска соска қызбен кездестің в общем жүрсің ары бері қыдырдың отырдыңдар күлдіңдер ойнадыңдар қыз үйіне шақырады үйіне келдіңдер в общем жақындап жатсыңдар ғой бір темаға ше жақындап жатсыңдар и ана қыз өзінің ойын айтады ғой мен осындаймын извращенкамын дейді в общем давай қолың наручникке аяғың наручникке и мен бәрін өзім жасаймын дейді ана қыз жоқ ол нақты бір адам емес просто история ғой қазақтың қызын айтып отқан жоқпыз қазақтың қамшыны короче сондай қыз сен наручникке не қылып аузыңа андай қызыл шарик бар емес па сен жоқ сен мақұл жарайды шарикті алып тасташы просто сол басқа шарик қана смущает бар ғой мақұл шарик нантық қойды шарик тақты деп тіліме итеріп шығарып жүрді и короче көрсетемін айша тема көрсету короче тіліңе итеріп шығарып жүрдім и сонымен ана қыз алдында тұрып жай музыка қойып шешініп жатыр ғой қандай музыка қандай музыка салынады анау музыка ғой интернетта қаранан в общем романтехничный музыка 50 оттенков то иә роман техничный рахмет романтехничный в общем қыз шешініп жатыр шешін қалса до конца Родригос бар екен как раз сен донсың дончино яқта Родриго бля мен бар ғой жігіттер негізі ше басында айтып осы сөзді айтайын дедім да сендерге бұндай әңгіме болмайтын шығар деп осындай не еткен болатынмын как бы айтпаған болатынмын именно осы теманы я не хотел бля позволить пиздец ненавижу да жоқ ұятсыз емес просто мен бұндай нәрсеге өте қарсы адаммын да мен просто бір клубта бір транстың блядь туған күнде
Трасса туған күнде просто представлять ете алмаймын мен бұны. Емес, жаман жек көремін да. Не история, не болды жаңа трасса. Бірақ мен жатырмын нарушникпен, Родригосмен біреу келіп тұрса, ол жоқса ойне. Жоқ, жаңағы сен бір клубта транспен деген сондай болды ма не? Жоқ, көрін айырғам оны, просто. Вот сондай, типа сондай, ну сен айырып тастағанмын. Просто сен жақсы ниетпен десем болмайды да. Не бермейсің сол. В общем, просто сен ол ситуация сен емессің даже, воображаемая ситуация. Сен деп алайыншы, родной. Мен ситуациядан шығамын, мен бит деп айтамын саған. бұл шықпайын деп тұр ғой. Жоқ, сен қаттырақ байлап қойыпсың. Нарушникпен сен жатсын, сен бит деп ақылымды айтайын дейсің. Давай. Нихуя болмаса. Дон болып отыр ғой натуре ақылың. Жоқ, просто ренжіме енді. О, Дон, мені... Я уақытың бар. Ойлап ұстады біздің. Жоқ, мен де не жақтырмаймын ше. Онда мынау жігіт жақтырмайды. Иә? Оны күнде кездеседі ғой. Бір жолсам маған жауасыз. Жоқ. Мен вообще ұнатпаймын. Сендер сонда маған Жоқ, мен бола берейінші, мен наручниктен ақыл береді маған брат. Білесің ғой сен. Сен битсең болады негізі. Битсең болады. Бірақ өзіне кетіп қалып отыр ма? Енді біле алдында Родригосмен келіп тұрма сонда. Я көріп жүрейін. Жарайды, Родригос сервелатпен кетіп тұр. Жоқ, Родригос әдем естейді. Родригосмен келіп тұр, сен до конца жаттың ба, наручник таққызып. Короче, былай болды. Кілт ештеңе жоқ, шеше алмайсың. Ол кілтті битті қараш. Байлады ғой. Деп жұт қойды кілтті. Түпі сұрайға барып тұру. Естесінен. Грань жоқ, братан. Сен донсың. Короче, жақындайды ғой. Жақындақ қойған кезде өсіп жатасың ғой сен. Тіземен тебесің. Аяғым бәрі былай төртеуде мен... Тіземен. Мынау қозғалады жоқ. Қозғалмай жатыр. Бәрі, онда тесілдің ба? Онда вариант жоқ. Родригодан баразам шықсын. Ұштарым тақамап қой. Нихуя екен әңгіме. Мен кіріп кеттім. Соны айтамын да, е? Не в тему, жасы тез тұғым. Короче, теп алмайсың. Шыдан істей алмайсың. Төрт жаға тартып қойған. Жоқ, айттым бұл тесілдің бауырым баса. Жоқ, шығу керек қой, братан. Шығарып жүрші, братан мен. Пожалуйста, тестім келіп отқан. Жалынасың онда бауырым. Не деймін мен ол? Мен әйелім бар, екі балам бар, короче, квартирада тұрамын. Кешірші, ренжімеші деп болды ғой әңгімесі. Онда? Тамамдаймыз ба? Қалай болды ол? Сен квартираның бала-шағаңа қарап, қалай болды? Ол түсінбейді ғой, Өтіп кеттің ғой мынаған кәдімгі. Ол кезде бала-шаға жоқ, мысалы, сенде жоқ дұрыс па? Ол кезде жоқ па? Иә. Звондай алмайсың ешкімге пиздец қой. Жоқ, береді ғой саған, братан. Телефон айтшы, береді ғой бүйтіп. Сөйлей сал дейді ғой. Тақап тұра ма? Адресті өтесің ба бірақ? Не істейміз, басқа ситуация береміз ба? Давай, сразу басқа ситуация бер. Жарайды, ұнамайды екен, жақтырмайды екен, сразу ұрады екен. Осы жерде сразу на месте осыны ситуация айтайық. Пошлый. Содан. Оған қатысты емес бірақ, братан, Иә, сөйтіңдерші, жаңағыдай гей, транс, пиза. Ондайға қатысты емес па? Короче, гей, транс ондайға қатысты болмасын істейді. Онда пошлый. Че, идея тастаймыз ба? Идея зала, полный зала. Да. Пошлый. Что-то бәрі кәдімгі транстармен кездеседі. Жаңағы жігіт емес қыз да, бірақ киіп алған сондай. Дилдо бар ма? Дилдо, иә, дилдо киіп алған. Ебат. Короче, ол қыз. Сол әңгіме ғой, трансқа алып келіп тұр. Ой, неге алып келіп тұр? Жоқ, ол транс емес.
Ол қыз ғой. Жоқ, педиктің әңгімесіне келіп тұр ғой. Ал келетін нәрсе Сөйтіп ғой. тұра алса, сөйлеспей, педиктің әңгімесіне келсе. Сен трансың ба деп. Жарайды, ладно, ондай емес. Әдемі қыз болды ма? Ол сені не істейді да, аяқ қолын байлап қояды да, кетіп қалады. Оның орнына жан подружкасы бар. Семіз. Ана складкалардың арасына Өзіңе ұнамайды болады. складкалардың арасына иш Бірақ сенің фанаткаң не ЗТБ-ны вообще өлмей көреді. Жүн. ЗТБ деп жазып қойған. Социалкаларына қатпағанша. Татуировкасы бар ма? ЗТБ былай қимылдап жатыр дейсің. Мына жерде Дон Чино деген татуировкасы бар. Барлық Брат социалды еще еркелеп Чинури деп қояды. Жоқ, нормально екен. Айтасың ғой. Мынандай вариант бар, короче. Ана жақта Айгын деген пакет тұр дейсің ғой. Соны бетке басыңа екпеш дейсің. Жаңағыдан дұрыс қой, блядь, тесілгеннен қарағанда. шықпаймын дейсің ғой ситуация. До конца тесілмейсің ғой. сенші маған дейсің Сенші маған тесілмеймін. жалпы бұндай сұрақтар не үшін просто абайлаңдар жігіттер, бұндай ситуацияға түсіп қалып жүрмеңдер. Өзің түскенсің ба? Жоқ. Ақылым кеңесіңді. Просто мен мынандай сол история айтайын. Кезінде, в общем, таксовать етіп жүрмін машинаны. И, короче, бір заказ түседі, сол заказға барам. Бір бала шығады, и отырады, андай, жоқ, қай жылғысың анау мынау деп, короче, общение тартылып жатыр да. И сонымен бір наркотиктің атын айтады ше. И сол наркотик көріп алған бір нәрсе, короче, общениемен, короче, мынандай шақырады дейді да, желание ашып жатыр дейді да. И, короче, мен ана жерде бір түрлі қалым, короче, үндемей кетіп барадым, үйіне тез апарып, и бір кез тұрады да. Өзің қай жылсың? 97-ім дейді. Дедім, сонымен кетіп баратыр, короче, маған қарайды. Мен бисексуалмын дейді. Мысалы ше. И сөйтіп тұрады да, үй жағына жетеміз. Короче, болды, мынау безналичный оплата тұр екен, завершить басам, и тұрады да, минет жасап берейінші саған дейді. Ойлашы, қазақтың жігіті сондай. Бердім десе. Жоқ, бүйтеді да. Апардым, мойындады. Бүйтеді да, минет жасап берейінші дейді да, сырты гүл-гүл, дерзкий рубашка беремін дейді. Бірақ жасатқан жоқсың. Жасатқан жоқпын бірақ. Дұрыс. Жоқ, еще, қуасың ба, короче, ана мынау иди нахуй деймін. И сонымен кетіп барады. Қайттан келіп есікті. Точно ма, ойландың ба деймін. Так что... Серьезно әңгіме ма? Сен ЧБД-ға барғансың, осы әңгімені айтып бершін ғой. Что было дальше деп хорошо. Бумажкасын алып тұрады. Енді әзілші ғой. Сондай, жаңағы енді біздің соңғы рубрика сөз ойлап табу. Фукуны е. Фукуны е? Жоқ. Фукуны е деген, короче, бір любой бір ситуацияда, мысалы, любой юмордың артын жабасың ғой. Бұны Қанай деген бауырымыз. Мағынасы, короче, адам добивать ету ғой, шутканы добивать ету. Мағынасын білмеймін. Фукуны. Онда фукуны. Дончина. Сен байқаймын.